Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге рұқсат беру құжаттары. Қызметті алу үшін жер қатынастары рұқсат беру құжаттары бөліміне өтіңіз. Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге рұқсат беру қызметін таңдаңыз. Лицензияларды көрсетіңіз. Өтінім деректерін толтырыңыз. Инвестор мәртебесі. Негізгі мәліметтер. Тіркеу деректері. Мекен-жай. Келесі батырмасын басыңыз. Жер учаскесінің деректерін енгізіңіз. Жер учаскесінің мекен-жайы. Келесі батырмасын басыңыз. Жаңа нысаналы мақсаты. Мүлікке қатысты сот актілерінің бар, жоғын тексеріңіз. Келесі батырмасын басыңыз. Қажетті құжаттарды тіркейіңіз. Өтінімді растаңыз. Өтініштің мәртебесін менің өтініштерім бөлімінен көре аласыз.